Ассалаумағалейкум. Мынау желіде қазір қатты талқыланып жатқан, желіде ғана емес барлық елімізде талқыланып жатқан ресейлік көліктерге қатысты шағын зерттеу жасадым. Бұл жерде мен біреуді баптап, біреуді мақтап, біреуді даттап деген сияқты ойым жоқ. Тек қазір жағдай қандай болып жатыр және ары қарай не болуы мүмкін деген нәрселерді зерттеп көрдім. Министрліктің сұхбаты бар, адамдардың талабы бар, заңгерден алып көрдім. Қазір жағдайдың қалай болатыны туралы шағын зерттеуімді ұсынамын. Жалпы Қазақстанда ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша 4,5 миллион көлік бар екен. Оның 210 мыңы Ресейдің нөмірін тағып жүр. Бұл жерде дұрыс түсіну керек, Ресейде тіркелген емес, Ресейдің нөмірін тағып жүр. Себебі 88 мыңы Ресейде тіркеуден шығып қалған екен. Қазақстандық ішкі істер министрлігі сақтандыру компанияларынан барлық деректерді алып, ол деректерді Ресейдің ішкі істер министрлігіне, яғни әріптестеріне жолдаған. Олардың базадағы деректеріне сәйкес 88 мың көлік Қазақстанда жүріп жүруін сақтандыру полисін алған. Олар ол жақта тіркелмеген. Біздің азаматтар осы автокөліктерді сатып алған. Сатып алғаннан кейін біздің Қазақстан мемлекетінің заңы бойынша заңды түрде осы автокөліктерді өз атына тіркеу керек. Бірақ та көбінесе осы автокөліктер тіркелмеген, бірақ та Ресейде тіркеуден шыққан. Сондықтан бізде бірде камерада, бірде есепте осы автокөліктер жоқ. Қазір заңды түрде ол азаматтар осы автокөліктерді өз аттарына тіркеу керек. Өңірлерде белсенді топтар жиналып, осы мәселені шешуге қатысты талап арыздарын айтып жатырмын. Олардың талаптары келесідей. Все просят отменить сбор, все. Мы не отказываемся. Пусть на учет поставить. Мы, как все казаки, будем платить налоги, страховки, штрафы. Паникада народ деген жерде қобалжып жатыр. Бәріміз міне білгіміз келіп отыр, сұрақтарымыз көп. Қоятын сұрағымыз жаңағы учетта жоқ машиналарды бізге, елімізге учетқа қоя ма, қоймай ма, соны сұрайын деп отыр қазіргі таңда. Нашли же выход с армянскими машинами. До этого находили выход. Почему мы не можем себе надеяться на такое? 210 мың адам неге ресейлік нөмір таққан көлік мініп жүргенін түсінікті, себебі бағасы арзан. Олардың ішінде несиеге алғандары бар, адам тасып ақша табам деп алғандары бар, соңғы ақшаларын алғандары бар, яғни сол ақшасын да ақтап үлгермей жатып, сол көлігінен айырылып қалуға шақ қалып тұрған адамдар бар. Оларды да түсінеміз әрине. Яғни бұл жердегі 88 мың тіркеуде жоқ автокөліктің артында 88 мың адамның тағдыры тұр деп айтуға да болатын шығар. Енді олардың жаңа талаптары айтылды. Армениядан әкелген көліктердегідей біздің де көліктерімізді тым құрғанда уақытша тіркеуге қойып беріңіздер деп отыр. Себебі тұрақты тіркеуге қою үшін жаңағы 500-600 мың теңгеге алған көліктердің үстінен тағы да кемі 1,5 миллион теңге ақша қосу керек. Оны ешкім тиімсіз да бұл. Оны ешкім соншама ақша төлеп есепке қоймайды. Оның тура сол ақшаға басқа көлікті ала салған жеңіл әрине. Ресейлік көліктерді тура Армениядағыдай қылып басқа сары түсті нөмір беріп, уақытша тіркеуге қоя аламыз ба? Заң бұған мүмкіндік бере ме? Заңгердің пікірі мынадай. Қазір айтып отыр ғой барлығы. Біз сатып алдық бұл автокөлікті деп, бірақ та тағы да қайталап айтайын, жаңағы сенім хатпен сатып алу, сату шартын бізге шатастыруға болмайды. Ресей есебінде тұрған автокөліктің енді иелері деп айтып жатыр ғой, бірақ та оларды иелері деп айтуға ол заңсыз нәрсе. Ресей автокөліктерін, яғни сенім хат арқылы басқарып жүрген азаматтар деп айтуымыз керек. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, бұл ауадағы автокөліктерді сенім хат арқылы тіркеу мүлдем мүмкін емес. Заңгердің айтпағы, іс жүзінде ол заң тұрғысынан келген кезде көліктің иесі емес. Яғни уақытша пайдаланып жүрген адам деп қарауымыз керек дейді. Заң тұрғысында осылай. Ал шын мәнінде түсінікті, оның миллион теңге ақшасынан бірнеше 100 мың теңге ақшаға сатып алды, бірнеше жыл мініп жүргендері бар. Яғни оны кез келген адам өзін иесімін деп санайтыны ол баршамызға аян.
Енді сол көліктерді Армениямен салыстырайық. Арменияға барған адамдар, Арменияның көлік тасыған адамдар, ол көліктерді әкелерде бірінші Арменияға барды, сол жаққа уақытша тіркеуге тұрды өздері, содан кейін көлікті алып, көлікті өздерінің аттарына жазып алды. Яғни меншік иесі өздері. Ал Ресейде олай емес. Ресейдің жағдайы тіпті бөлек. Сіз мініп жүрген көліктің иесі сіз танымайтын бір Мәскеудегі, Түмендегі, Омбыдағы немесе басқа бір қаласындағы бейтаныс бір адам. Яғни меншіктің иесі деген нәрсе бұл жерде белгісіз болып тұр. Қазір адамдар полиция тоқтатып жатыр, біздің көліктерімізді айып тұрағына қойып жатыр. Дегенмен бұл мен 15-ші жылы кіргізген, мен 16-шы жылы көлікті кіргізген. Неге сол кезде маған ескертпеді полиция қызметкерлері? Неге дәл бүгін осы мәселе көтеріліп жатыр деген сауал туындауы мүмкін. Оның жауабы мынадай екен. Қазақстанға кез келген автокөлікті әкелуге ешқандай кедергі жоқ. Тек қана біздің заңнамаға сәйкес құжаттарының барлығы түгел дұрыс болу керек. Көрдіңіз бе? Оны ешкім ескертпейді, себебі кез келген көлік, шетелдік көлік Қазақстанға кіруге мүмкіндігі бар. Оны Қазақстан азаматы сенімхатпен немесе басқалай алып келуге болады. Тек бұл жерде бір гәп бар. Оны алып келгеннен кейін Қазақстанда ол тура 1 жыл жүруі тиіс. 1 жылдан кейін ол кемінде 30 күнге сол әкелінген елге қайтадан шығуы тиісті заң бойынша. Бірақ та мен шын айтқанда бір адамды да білмеймін, мен көлігімді 30 күнге Ресейге апарып тастадым деген. Яғни ешкім олай жасаған жоқ, ешкім апарған да жоқ. Бұл неліктен деген сауал туындауы мүмкін, себебі біздің ішкі істер министрлігі қай көлік қашан кірді және қанша уақытқа шетелге шығып келді деген нәрсені тексеріп жатқан жоқ, оны тексермейді да. Яғни осы жерде бұл ішкі істер министрлігінің салғырттығы, яғни заң жүзінде көрсетілген, бұл халықаралық қозғалыстар туралы ережеде айтылған 30 күнге шығаруға тиісті сізді. Бірақ оны ешкім шығарған жоқ, ешкім тексеріп жатқан жоқ. Сондықтан осындай мәселе дәл бүгін туындап жатыр. Ал жалпы полиция қызметкерлерінің айтып жатқаны бұл мәселені көтеріп жатқан жоқ. Ресейде тіркеуден шығып қалған, яғни ауада қалған көліктерді қазір ұстап жатыр. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды деген тағы бір мәселе бар. Сонымен ары қарай 88 мың көліктің жағдайы қазір не болып жатыр? Полиция қызметкерлері шетінен тоқтатып тұрақтарға қойып жатыр дейді. Олардың ертеңгі тағдыры қалай болады сонда? Бұл құқық бұзушылық болып есептеледі. Соған байланысты бұл автокөліктер біздің Қазақстанның елінде басқаруына болмайды. Бұған әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бабының 2 бөлігімен әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Яғни 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады, автокөлік айып тұрағына қойылады. Ал жаңағы айып тұрағына тоғытылған көліктерді қайта шығарып алу мүмкін емес деуге болады, себебі заң бойынша оны шығарып алуға тек әлгі меншік иесі ғана құқылы екен. Меншік иесінің құқығы бар адам әкеліп құжатты әкеліп көрсететін болса, сол автокөлікті алып кетуіне болады. Яғни сақтандыру полисі бар адам оны шығара алмайды. Сақтандыру полисі меншік иесінің құқығын бермейді. Договор купли-продажи дейміз, немесе доверенность дейміз мәселен. Яғни ол адамның жаңағы көліктің иесі екенін растайтын құжат. Шынтуайтына келгенде жаңағы көліктердің меншік иесі жоқ. Ресейдегі техпаспортта жаңағы техникалық құжатта көрсетілген адамды меншіктің иесі дейін десек, ол Ресейде көлікті тіркеуден шығарып тастаған. Яғни ол иесі емес. Сіз сақтандыруыңыз бар. Сақтандыру тек жол көлік оқиғасы болған кезде ғана сізге қосымша ақша төлеп беру үшін ақша төлеп беретін мүмкіндігі бар компания. Яғни ол меншік иесі екеніңізді анықтамайды. Ал тіпті жарайды сенім хатыңыз немесе сатып алу туралы шартыңыз бар делік. Ол да қазір жұмыс істемейді. Себебі оны сізге жаңағы техникалық құжатта көрсетілген адам жазып берді. Міне, менің осындай мүлкім бар, мен оны осы кісіге сеніп тапсырамын дейді. Ал
шын мәніне келгенде ол тіркеуден шығарып тастағаннан кейін ол иесі емес қой. Яғни иесі емес адам сізге сенімхат жазып берсе, ол сенімхаттың да күші жоқ. Яғни айып тұрағынан шығарып алу үшін бірінші сіз техникалық құжатта көрсетілген адамды Ресейден барып тауып алу керексіз. Сосын оған аға көкелеп қайтадан тіркеуге тұрғызу керексіз. Сосын ол кісіден жаңағы сатып алу шартын договор купли-продажи дейді, немесе сенімхат, доверенность алып, қайтадан Қазақстанға келіп, сол құжат арқылы айып тұрағынан шығарып алуға мүмкіндігіңіз болады. Бұдан ары тағы да оқиғаның дамуының екі желісі болады. Яғни біріншісі, жаңағы кісімен келісесіз, сіз тіркеуге қайта қойғызуға көндірдіңіз делік, содан кейін айтасыз, мен сізге жыл сайын бұл көліктің салығын жіберіп тұрам, сіз тізімнен шығарып тастамаңыз, мен Қазақстанда мінем, бірақ салығын төлеп тұрам деп келісесіз. Сол кезде сіздің жүріп тұруыңызға мүмкіндік болады, бірақ болашақта әлгі шетелдік көліктердің жылына бір рет 30 күнге шығып кетуін қадағалау туралы аяқ астынан заңның жұмыс істеп кетпеуіне кім кепіл? Тағы да бар 30 күнге көлігіңді Ресейге апарып таста деп айтып, айып тұрағына тағы да тоғып тастау мүмкін ғой. Бұдан ешкім сақтандырылмаған. Екінші жолы жаңағы кісімен сенімхат арқылы немесе сатып алу шарты арқылы алғаннан кейін Қазақстанға алып келіп, оны тұрақты тіркеуге қоюға болады. Ал оны тіркеуге қоюдың бағасын өздеріңіз білесіздер, кемінде 1,5 миллион теңге, әйтпесе 3-4 миллион теңгеге дейін кетіп қалады. Бұл тиімсіз. Сондықтан әлгі наразы топтың сұрап отырған мәселесі де осындай. Сонымен қатар бұл жерде Қазақстанға тіркеуге тұруға мүмкіндігі бар, яғни рұқсаты бар көліктердің саны шектеулі. Біздің талаптарымызға сай емес көліктер де бар. Ол оң жақ рөлді көліктер, жылы ескі көліктер. Бұндай көліктер тіркеу мүмкін емес. Сол себептен оны тек қана мына халықаралық жол ереже мүмкіндігіне сай сол жаққа барып қайтадан тіркеп, бізде бір жыл жүру мүмкіндігіне ие болуға қажет. Яғни 2007-2008 жылдан бері оң жақты рөлді көліктерді Қазақстанға тіркеуге болмайды. Яғни оларды тіркеу үшін бірінші рөлін сол жаққа қарай ауыстыру керек, одан кейін техникалық байқаудан қайта өтіп сараптама жасау керек. Яғни бұл көлік жолға шықса басқаларға қауіп төндірмейді деген құжат, сертификат болу керек қолыңызда. Содан кейін барып жаңағы міндетті төлем, госпошлина дейді, алғашқы тіркеу жарнасы дейді, утилизациялық жинақ дейді, соларды төлеп барып қайтадан тұрғызуға болады. Екіншісі, Қазақстанда алғаш тіркеу, бұны шатастырмау керек. Қазақстанда баяғыдан тіркелген ескі көліктерді қайта тіркеуге рұқсат бар, бірақ алғаш тіркеуге келген кезде оның талаптары өзгеріп кетеді. Яғни бұрын басқа мемлекетте тіркелсе, кейін бізге тіркеуге келген кезде оның талаптары бөлек. Оның біріншісін былай ғана қарапайым тілмен түсіндіруге болады. Эроглонасс деген нәрсе бар. Жаңағы дабыл кнопкасы бар ғой, қазір көп машиналарда бар, бірақ ол істемейді. Бірақ ол біздің талап бойынша болуы тиіс. Евро 4 стандартына сәйкес болуы керек деген сияқты бірнеше талаптары бар. Оған келмеуі де мүмкін. Сонда жаңағы 210 мың көліктің ішінде бар, бірақ менің көлігім жаңағы 88 мың ішінде жоқ, менікі Ресейде әлі тіркеуде тұр деп тағы да арқаның кеңге салуға болмайды. Себебі сіз үшін танымайтын бейтаныс біреу Ресейде сіз үшін, сіздің мініп жүрген көлігіңіз үшін салық төлейтініне ешкім кепілдік бере алмайды. Күндердің күнінде ол да 1 төлер, 2 төлер, 5 жыл төлер әрі кетсе. Содан кейін қой, мына машинаны мініп жүрген жоқпын, қайтем дейді да, барып тіркеуден шығарып тастайды. Жаңағы бұзауға өгізге туған күн, бұзауға да тууы мүмкін. Сондықтан мәселені қазір бір жақты ету аса маңызды болып тұр. Қорыта айтқанда қазір мәселенің нақты қалай шешілетіні белгісіз. Оны бір жақты етіп шешуге болатын сияқты, бірақ мен заңгер емеспін, мен оны нақтысын айта алмаймын. Көлік Ресейдің тізімінен шыққан, яғни Ресейдің мәліметтер базасында бұндай көліктің бар екені белгісіз. Яғни оны Қазақстанға әкеп тұрақты тіркеуге, тұрақты емес, уақытша тіркеуге де қоя салуға болады. Себебі ол жақта да салық төленіп жатқан жоқ, ол жақта иесі де емес, ол жақтың мүлкі де емес бұл шын туайтына келгенде. Бірақ
Қазақстанда уақытша тіркеуге алуға болады менің ойымша. Ол үшін Ресеймен арада тағы да үкіметтік деңгейде келіссөздер жүргізілуі тиіс. Содан кейін барып жаңағы көліктерді жеңілдікпен уақытша тіркеуге қоюға болады. Бірақ бұл көп даусыз шешілмейтін сияқты. Екінші жағынан кейбір адамдар айтады, неге біз шетелден көлік әкелген кезде оның міндетті төлемдерінің барлығын төлеп қоюымыз керек, ал бұл кісілер неге оны төлемейді дейтін адамдар да бар. Ондайларды мен кездестірдім. Енді оларға қатысты ештеңе айта алмаймын. Бұл жерде тағы да бір тәуекел бар. Яғни тіркеген кезде сәл қылмыстың көбейіп кетуі де мүмкін. Себебі адамдар сол ресейлік нөмір таққан көліктің өзінікі екенін дәлелдеуі тиіс қой. Әйтпесе кез келген адам көлікті ұрлап алады, құжат жасатып алады, немесе тағы да басқалары бар. Сосын барады да, міне мұны мен баяғыда мініп жүрген көлігім еді, маған уақытша тіркеуге қойып беріңіздер дейді, қойғызып алады. Яғни осы Қазақстандағы осыған дейін шынында да мінген адам өзінің ақша төлеп сатып алған көлігінен айырылып қалуы мүмкін. Бұл қылмыстық істердің көбейіп кетуіне әкеп соғуы да мүмкін. Сондықтан бұл жерде тереңірек зерттеу керек сияқты. Жаңағы 88.000 көліктің тізімінде жоқ көлік иелеріне де арқаны кеңге салуға болмайды. Себебі сіз үшін айдаладағы біреу Ресейдегі бейтаныс бір адам жыл сайын салық төлеп тұратынына да сенім жоқ. Яғни сіздің мініп жүрген көлігіңіз үшін ол жыл сайын барып 1 жыл төлер жарайды, 2 жыл төлер, 5 жыл төлер. Одан кейін кім жайдан жай ауаға ақшасын лақтырады, ол да барады да күндердің бір күнінде көлікті есептен шығарып тастайды. Яғни өгізге туған күн бір күні бұзауға да туы мүмкін деген сөз ғой. Сондықтан бұл мәселені бір жақты етіп алуымыз тиіс. Әзірге қалай шешілетіні нақты белгісіз. Шынында келген кезде ең асылы мынау ғой, салоннан барып су жаңа машинаны қазақстандық нөмір тағып мініп алып шыққанын тиімді әрине, бірақ қол жетімсіз болып тұр ғой. Бұны шынына келгенде тағы да бір бөлек зерттейтін тақырып. Осы менің айтарым. Мүмкін бір нәрсені ұмыттым, бір нәрсені қалдырдым, не болмаса бір нәрсені дұрыс айтпауым да мүмкін. Шағын зерттеуімнің қорытындысы осы.